Сәлеметсіздер ме оқушылар, түбір мен қосымша 76-шы сабақ. Бүгінгі сабақта сіздер тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастыра аласыздар. 49-шы жаттығу сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазамыз, одан кейін түбір сөздерді табу керек. Бұл жерде бізде бала, көп, жөн, жиі деген сөздер түбір сөздер болады, өйткені оларға жалғанған қосымшалары жоқ, яғни жұрнағы мен жалғауы жоқ. Сондықтан бұл сөздер бізде түбір сөздер болып табылады. Ары қарай 50-ші жаттығу тірек сөздерді пайдаланып сырғанақта тақырыбында әңгіме құрастыр дейді. Бұл жерде бізде тірек сөздер берілген: қыз, балалар, шана, аяз, шаңғы. Осы сөздер біздің әңгімеміздің ішінде міндетті түрде болуы керек. Тақырыбы сырғанақта. Қыз келді, қар жауып, аяз болды. Балалар шана, шаңғыларын алып сырғанақ тебу үшін қырға келді. Қыр өте салқын, бірақ ойынның қызығына батқан балалар салқынды сезбейді. Ойын өте көңілді әрі қызықты өтіп жатыр. 51-ші жаттығу өлеңнің қатесін тауып көшіріп жаз дейді. Бұл жерде бізде соңғы сөздеріміздің орындары ауысып кеткен. Оларды орнына қойып, түзеп, өлеңнің қатесін тауып көшіреміз. Жазда суда жүземіз, құмда күнге күйеміз, жалаң аяқ жүреміз, қыста қызып денеміз, коньки шаңғы тебеміз, жалқаулықты тастаймыз, жаттығуды бастаймыз. Бұл жерде бізде қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын табу керек. Бізде қарамен жазылған сөздер жазда, құмда, қыста. Жазда деген сөздің түбірі жаз, да деген жалғау. Құмда деген сөздің түбірі құм, да жалғау. Қыста деген сөздің түбірі қыс, та ол жалғау. Әрі қарай бізде шығармашылық үзіліс. 52-ші жаттығу берілген әріптер қатарында жасырынған сөздерді тауып оқы. Бұл жерде бірінші қатарда бізде баскетбол, екінші қатарда бассейн, үшінші қатарда боксшы және төртінші қатарда жүзгіш сөзі. Баскетбол дегеніміз арнайы спорттық ойын түрі. Бассейн шомылу орны. Боксшы бокс спортымен айналысатын адамды боксшы деп айтамыз. Жүзгіш суда жүзетін адамды жүзгіш деп айтамыз.